Ассалаумағалейкум. Назарбаев қазақты 30 жыл қалай алдады? Оп-оңай алдады. Әдемі сөйлеу арқылы. Өйткені біздің сондай бір үлкен кемшілігіміз бар. Біз адамдарды олардың істеген ісіне емес, сөйлеген сөзіне қарап бағалаймыз. Соның кесірінен біз әрдайым өтірік саясатқа, популистік ойындарға, көзбояушылыққа алдана береміз. Сол үшін біз Назарбаевқа 30 жыл алдандық. Ол халықты алдау үшін не істеді? 90 жылдары ол әдемі сөздерді көп айтып жүрді. Ол қазақша көп сөйледі. Ол ең бірінші қазақтың алдында өзінің беделін арттыру үшін, ұпай жинау үшін қазақтың көңілінен шығатын сөздерді көп айтып жүрді. Қазақ қазақпен қазақша сөйлесін деді. Біз түбіміз түркі, дініміз ислам екенін ұмытпауымыз керек деген сөздерді айтты. Меккеге қажылыққа барып келді. Сөйтіп қазақтың алдында үлкен ұпай жинап, өзінің беделін жақсы көтеріп алды. Және 90 жылдары ол қандай сөзді көп айтты? Тәуелсіздік деген сөзді көп айта берді. Оның риторикасы сол тәуелсіздікке бағытталған болды. Тәуелсіздік қақылдап айта берді. Сонда халықта мынандай пікір қалыптасып қалды. Назарбаев бізге тәуелсіздік әперді деген сондай жаңсақ пікір қалыптасты. Бәрі соған сеніп жүрді. Сол жалғыз нәрсе үшін ғана оған адамдар табынды. Кәдімгідей әулие санап жүрді. Сол жалғыз нәрсе үшін ғана. Сөйтіп ол қазақтың алдында әбден бедел жинап, содан кейін 2000 жылдары ол орыстың алдында ұпай жинай бастады. Сонда ол өзінің риторикасын өзгертті. Енді оның негізгі мантрасы межнациональное согласие болды. Сол сөзді қақылдап жүрген жерінде айта берді. Қай жерде сөз сөйлесін, ең бірінші соны айтатын болды. Оның ең басты козыры сол болды. Біз көп ұлтты мемлекетпіз. Бізде ұлтаралық ынтымақ, ұлтаралық татулық бар. Басқа әлемнің ешбір елінде ондай нәрсе жоқ. Тек Қазақстанда ғана бар. Оның бәрі менің арқамда. Сондықтан мен кетсем ертең соғыс басталып кетеді деген сондай әңгімелерді айтып, сендер не соғыс қалайсыңдар ма деп ылғи соны айта берді. Халық соған сенді. Назарбаев кетсе соғыс басталып кетеді деп ойлады. Кәдімгідей шын ниетімен, шын жүректен халық соған сеніп жүрді. Бәледен аулақ, тыныштық болсын, соғыс болмасын деп бәрі Назарбаевқа дауыс беріп жүрді. Қазағың да, орысың да бәрі. Және орыстың алдында тағы да көбірек ұпай жинау үшін ол қазақты басына бастады. Орыстарға орысша жауап беріңдер, әйтпесе сотталасыңдар деп, сонда неше түрлі заңға қайшы сөздер айтып жүрді. Сөйтіп орыстарды тайраңдатып қойды. Яғни ол тепе-тең ұстап тұрғысы келді. Қазақтың бас көтергенін қаламады. Бірақ екі жаққа да ол беделді болғысы келді. Сөйтіп осындай тепе-теңдік ұстап тұрды. Біресе бір жаққа, біресе екінші жаққа жағымды сөздер айтып, сөйтіп екі жақты да алдап жүрді. Сөйтіп 20 жыл ол халықтың басын айналдырып, осылай халықты алдап, сулап, әбден өзінің билігін күшейтіп алды, оппозицияның бәрін жойып тастады. Қазақстанда диктатура орнатты. Сөйтіп халықты әбден уысында ұстап, тырп еткізбей ұстап тұрған кезде ол өзінің шынайы бейнесін көрсете бастады. Оның бет пердесі сыпырылып түсе бастады. Өйткені халық бәрібір енді бас көтере алмайды. Ол өзінің билігін күшейтті, диктатура орнатты, енді не айтса да өз еркі. Сөйтіп ол аузына келген оттап неше түрлі сандырақ айта бастады. Екі сиыр сатып ал дей ма, әйеліңмен жақындасар алдында биліктен рұқсат сұра деді ма, сондай сау адамның миына кірмейтін сөздер айтып жүрді. Сол кезде ғана халық оның шынайы бейнесін көріп, сол кезде ғана халық көзін аша бастады, есін жия бастады. Бірақ ол кезде кеш болды. Болды, диктатура орнатылды, оппозиция жоқ, енді түк істей алмайсың. Уақыт өтіп кетті. Сөйтіп 30 жыл бойы халықты Назарбаев осылай алдап келді. Енді Назарбаевтың жеке басына табынып жүрген адамдардың ең негізгі аргументтері қандай болды? Соларға тоқталайықшы. Бірінші аргумент, ол бізге тәуелсіздік әперді. Қазір біз оның өтірік екенін бәріміз жақсы түсінеміз. Тәуелсіздікті бізге ешкім әперген жоқ. Кеңес одағы өзі ыдырап кетті. Қазақстан жалғыз қалды ең соңында. Бізге ешкім тәуелсіздік әперген жоқ. Бұл аргумент өтірік. Екінші, Назарбаев біздің шекарамызды бекітті. Бұл әңгіме әлі күнге дейін айтылып жүр. Демаркация деймі, делимитация, бір қайдағы бір түсініксіз сөздер айтылады. Бірақ шекараны шын мәнінде бекіту үшін не істеу керек? Шекара не үшін мемлекетке керек? Ол қандай қызмет атқарады? Мемлекеттің тұтастығын сақтап қалу, қауіпсіздігін сақтау. Қазір біздің шекарамыз сол қызметін атқара ма? Шынайы қауіпсіздік пен тәуелсіздік орнату үшін не істеу керек? Ол үшін ең бірінші солтүстік шекараға әскери жасақтар орнатып, оны қорғау керек. Содан кейін Ресейдің ықпалын азайту керек. Қазақландыру саясатын жүргізу керек. Орыс тілді мектептерді жауып, қазақ тілінің мәртебесін көтеріп, Ресейдің телеарналарын бәрін тыйым салу керек. Ресей полигондарын жабу керек, Байқоңырды Қазақстанға қайтару керек. Яғни мұнда атқаратын іс көп. Бірақ осының ешқайсысын істемей, жай ғана шекараны қағазда бекітудің не пайдасы бар? Бәріміз соның нәтижесін қазір көріп отырмыз. Ресей полигондары жабылмақ түгіл, қазір жаңа полигондар ашылып отыр. Байқоңыр толықтай Ресейдің қарамағына өтті. Қаңтарда Ресейдің әскері емін-еркін кіріп, қазағымызды атып, қойдай қырып, соның бір бөлігі Қазақстанда қалып қойды. Емін-еркін жүр. Ресейдің полициясы емін-еркін Қазақстанға келіп, қазақтарды қудалап отыр. Қазір Ресейден 100 мыңдаған орыс Қазақстанға келіп, оп-оңай азаматтық алып, бизнес ашып, қазақтың орнын басып отыр.
Олай болса, ол шекараның не пайдасы бар бізге? Соны айтыңдаршы маған. Не пайда ол шекара бекіткеннен? Мен өткен жолы айтқандай, қазір қайталамай айтамын. Бізге бұл жаман әдетті қою керек. Біз формалды нәрсеге қатты көңіл бөлеміз де, бірақ мәселенің түп негізіне қарамаймыз. Шекара не? Ол жай ғана формальность. Ал бұл мәселенің түп негізі ол не? Ол Ресейдің ықпалы. Бізге ең бірінші содан құтылу керек. Одан құтылмасақ, бұл шекараның не пайдасы бар бізге? Яғни бұл аргументті де мен қабылдай алмаймын. Келесі аргумент. Назарбаев бізде ынтымақ орнатты, ұлтаралық татулық орнатты, Назарбаев болмаса соғыс басталып кетеді деген неше түрлі сандырақ. Біріншіден, Қазақстан көп ұлтты мемлекет емес. Бізде 130-дан астам ұлт бар деп айтады, соған бәрі мақтанады, оның бәрі тату-тәтті өмір сүріп жатыр деп. Бірақ әлемде Қазақстаннан ұлт саны асып түсетін қаншама мемлекет бар. Үндістан, Пәкістан, Қытай, Ұлыбритания, ақш, Африкада қаншама мемлекеттер бар. Нигерияда ұлт саны 200-ден асады. Бірақ сол елдердің бәрінде халық бір-бірін атып, өлтіріп, соғысып жатыр ма? Иә, Үндістанда, кейбір кезде Африкада болуы мүмкін. Бірақ ақш, Ұлыбритания сияқты мемлекеттерде ондай нәрсе жоқ қой. Ұлттары көп, бірақ бәрі тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Демек, мұнда мәселе басқа нәрседе. Және мынандай бір қарапайым логикаға салып ойлап көрейікші. Әлемде 190-нан астам 200-ге жуық мемлекет бар, соның біреуінде ғана Назарбаев бар. Сонда не басқа мемлекеттердің бәрінде соғыс болып жатыр ма? Не деген топастық бұл? Қалай біз соған сендік? Назарбаев кетсе не соғыс басталып кете ме, апокалипсис бола ма? Не деген логика бұл? Назарбаев не жерді айналдырып тұр ма? Ол не таңды атырып күнді батыра ма? Ол жаңбыр жаудыра ма? Назарбаев кетсе не жер қақ айырыла ма? Аспан төңкеріліп түсе ма? Таулар құлай ма? Не болады өзі? Апокалипсис болып кете ма? Біз соған сеніп жүрдік қой кәдімгідей. Бүкіл әлемді ол өз қолында ұстап тұр деп кәдімгі құдай санап жүрдік оны. Жоқ нәрседен оған сондай культ жасадық. Енді ең басты мәселе ұлтаралық татулық. Ешқандай ұлтаралық татулық болған жоқ бізде, болған емес. Қазір біз соның бәрін көріп отырмыз. Қазір оның бәрі бетке шығып отыр. Ал Назарбаев не істеді? Ол тек ол мәселені жасырды. Ол ешқандай татулық орнатқан жоқ. Ол бәрін жасырды. Және сол өтірік ұлтаралық татулықты ол қалай қалыптастырды? Тек бір нәрсе арқылы. Қазақты басып жаншу арқылы. Қазақтың құқығын таптау арқылы ғана. Тек сол арқылы ғана ол бұл өтірік ұлтаралық татулық орнатты. Қазір соның бәрін өтірік екенін біз көріп отырмыз. Қазақстанда тұратын ұлттардың бәрі қазақты жек көреді, қазақты менсінбейді, қазақты бәрі кемсітуге тырысады. Кейбіреулері өздеріне мемлекет құрып алғысы келеді, жер бөліп алғысы келеді, басқа мемлекетке қосылғысы келеді. Қазақты ешкім менсінбейді, бәрі басынады. Біз қазір соның жемісін көріп отырмыз ғой, ешқандай татулық бізде болған жоқ. Бәрі өтірік. Яғни бұл аргументті де мен қабылдай алмаймын. Келесі аргумент. Назарбаев Қазақстанды 90-шы жылдары сақтап қалды, сепаратизмді тоқтатты деп. 90-шы жылдары естеріңізде болса, Назарбаев облыстарды біріктіріп, Астананы солтүстікке көшіріп, шында да сепаратизм тоқтатқан сияқты болды. Бірақ шын мәнінде ол не істеді? Ол сепаратизм тоқтатқан жоқ. Ол оның уақытын кейінге шегерді. Ол мәселені шешкен жоқ, ол мәселені жасырды. Бірақ қазақ айтады, ауруын жасырған өледі дейді. Біз ауруымызды 30 жыл жасырып келдік, енді қазір өлім алдында тұрмыз. Қазір біз соның жемісін көріп отырмыз. Қазір Қазақстанда сепаратизм гүлденіп бара жатыр. Неге? Өйткені 30 жыл бойы сепаратизм жасырын болды. Оны ешкім тоқтатқан жоқ, ешкім жеңген жоқ. Оны жасырып қойды, бірақ ол ары қарай өрши берді. Қазір енді біз соның жемісін көріп отырмыз. Сонда Назарбаев шын мәнінде не істеді? Оның бәрі мақтайды. Керемет күшті саясаткер солай оп-оңай алды да облыстарды біріктіру арқылы үлкен мәселені шешті деп. Бірақ былай ойлап қарасақ, сепаратизмді тоқтату үшін не істеу керек? Ең бірінші қазақтың әлеуметтік жағдайын жақсарту керек. Титулдық ұлттың жағдайын жақсарту керек. Басқа ұлттарға қазақты мойындату керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін қазақ тілінің мәртебесін көтеру керек. Қазақстанда тек жалғыз тіл қалу керек. Бүкіл аралас мектептерді, бүкіл басқа тілдердегі мектептерді жабу керек. Орыс тілді бұқар ақпарат құралдарының бәрін жабу керек. Бұқар ақпарат құралдары бәрі ақпарат бәрі тек қазақ тілінде болу керек. Қазақ тілі жалғыз тіл болу керек. Басқа ұлттардың бәрі қазақты мойындау керек. Қазақтың тілін, мәдениетін, тарихын мойындау керек. Ол үшін бізде өте күшті ұлттық идеология болу керек. Бізде ұлттық идеология болған жоқ. Және қазақтың санын арттыру керек. Санын арттырып, әлеуметтік жағдайын жақсарту керек. Шетелден келген қандастарға жақсы жағдайдың бәрін жасап, оларды бауырға тартып, оларды кәдімгі Қазақстан толыққанды азамат ету керек. Бірақ бұл істің ешқайсысы істелген жоқ. Керісінше шетелден келген қандастардың бәрін дискриминацияға ұшыратып, олардың жартысы кері қайтып кетті, ал қалғандары әлі де Қазақстанда толыққанды азамат болмай жүр. Яғни бұл Қытайдан, Моңғолиядан, Ауғанстаннан, Түркиядан, Өзбекстаннан қазақтарды қайтарып әкелу деген ол тағы да көзбояушылық, өтірік. Көзбояушылық саясат болды. Ал жаңағы облыстарды біріктіруге келетін болсақ,
Оның бәрі не үшін істелді? Қазақтар аз тұратын өңірлерге қазақтарды көшіру үшін. Торғай мен Қостанайды біріктірді. Торғайдың қазақтары Қостанайға барып, сол жақта қазақтың саны артып, сепаратизм тоқтады. Семей мен Өскеменді біріктірді. Семейдің қазақтары Өскеменге көшіп барып, Өскеменде қазақтың саны артты, сепаратизм тоқтады. Астананы Ақмолаға көшірді. Қазақтар Ақмолаға ағылып келді, қазақтың саны артты, сепаратизм тоқтады. Бірақ сепаратизм шын мәнінде тоқтаған жоқ. Тек оның уақыты ғана шегерілді. Қазір біз соның бәрін дұрыс емес саясат екенін көріп отырмыз. Қараңыздар, Семей мен Өскеменді біріктірді, Семейден қазақтар Өскеменге көшіп барды. Бірақ кейін Астана өсе бастағасын, Өскемендегі қазақтардың бәрі Астанаға көшті. Қайтадан Өскеменде ылғи орыстар қалды. Қайтадан Өскеменде сепаратизм күшейіп кетті. Міне Назарбаевтың көреген саясаты. Сол ма оның көрегендігі? Қазақты ары-бері айдау ма? Күшті саясат, иә. Ол ең оңай жолды таңдады. Ол басын ауыртқысы келген жоқ, ол кәдімгі еңбектенгісі келген жоқ, ол мемлекетті күшейткісі келген жоқ. Оның биліктегі тек жалғыз ғана мақсаты болды. Көбірек ақша жеу, көбірек баю және диктатура орнату. Осы оған қазақтың жағдайы керек емес, мемлекеттің жағдайы керек емес. Оған тек мәселені уақытша шешу, мәселені жасыру ғана керек болды. Сондықтан ол ең оңай жолды таңдады. Қазақты ары-бері айдау. Сол арқылы бұл мәселені шешкен сияқты сондай көзбояушылық жасады. Біз соған алдандық. Қазір енді соның жемісін бәрін татып отырмыз. Оның бәрін өтірік саясат екенін көріп отырмыз. Яғни бұл аргументті де мен қабылдай алмаймын. Келесі аргумент. Көп адамдар айтады, Назарбаев болашақ бағдарламасын енгізді, сол үшін ғана оны дәріптеп, мадақтап, жақсы көруге болады. Назарбаевтың өзі де мақтанып жүрді. Бүкіл әлемде теңдесі жоқ, болашақ бағдарламасы тек Қазақстанда ғана бар деп. Бәрі соны аузыға тиек етіп, сол үшін Назарбаевты мақтап жүрді. Бірақ мен бұл сөздің өтірік екенін білемін. Мен өзім шетелде бір жыл оқыдым. Ол жақта талай студенттерді көрдім. Неше түрлі елден келген. Бәрі грантпен оқыды. Ондай бағдарламалар көптеген елдерде бар. Ресейде де бар. Глобальное образование деп аталады. Индонезияда, араб елдерінде, көптеген елдерде ондай бар. Мен оқыған университетте 20-ға жуық индонезиялық студент болды, бәрі грантпен оқыды. Индонезия мемлекеті оларға грант бөлді. Мен жұмыс істеген лабораторияда 10 шақты араб студенті болды. Ең көп арабтар болды. Бәрі грантта оқыды. Бәріне мемлекет грант бөлді. Сауд Арабиясынан, Мароккодан, Либиядан, басқа неше түрлі араб елдерінен, Ирактан келген студент болды. Бәрі грантта оқыды. Ойлаңыздаршы, Либия азаматтық соғысты басынан өткізген, төңкерісті басынан өткізген Либияның өзі студенттерді шетелге жіберіп, оларға грантқа ақша бөлді. Ал біз болсақ, Қазақстанда болашақ бағдарламасы әлемде теңдесі жоқ. Өтірік бәрі ол. Халықтың құлағынан теуіп, алдап, сол арқылы тағы да Назарбаевқа қосымша сондай ұпай жинатты. Бірақ оның бәрі өтірік. Яғни бұл аргументті де мен қабылдай алмаймын. Енді одан басқа не қалды? Кейбір адамдар енді мынандай бір нәрсе ойлап шығарды. Назарбаев Меккеге қажылыққа барған кезде жаңбыр жауды дейді. Сол үшін ғана оны адамдар әулие санап, оған жеке басына табынып, оны құдай деп санап кетті. Кәдімгі идол жасап қойды одан. Бүкіл молдалардың бәрі соны ауызға сөз қылып, аузынан тастамай, кәдімгідей культ жасап қойды одан. Бірақ егер былай ойлап қарасақ, ол жай ғана жаңбыр ғой, ол ештеңе білдірмейді. Егер мейлі жарайды соны қабыл етсек, Назарбаев шынында да әулие адам деп санасақ, жаңбыр жауды, ол Алланың бір белгісі деп қабылдасақ, бір мұғжиза деп қабылдасақ, онда мынандай сұраққа жауап беріңіздерші. Сондай әулие адам өзінің өгей қызымен төсектес бола ала ма? Мейлі туған емес, өгей болсын, бірақ бәрібір өзі бала кезінен өсірген баласы ғой. Ойлаңыздаршы соны. Оның бүкіл жетістіктерін таразының бір жағына алып қойсақ, мейлі жарайды өтірік жетістіктер болсын бәрібір. Енді таразының екінші жағына оның осы қылығын қойсақ, қайсысы ауыр тартады? Оның бүкіл жақсылығын осы бір қылығы жоққа шығарады. Бірақ қана қылық. Осыған жауап беріңіздерші. Сондай адамның ел басқарған дұрыс па? Сондай адамды біз қалай әулие санаймыз? Қалай біз сондай адамды лидер нация, елбасы деп солай құрметтейміз, оны жеке басына табынамыз? Өзінің өгей қызмет төсектес болған адам. Бір ғана қылық адамның қандай екенін көрсетіп тұр. Осының өзі оны жек көруге жеткілікті. Оны саясатқа жолатпауға жеткілікті. Бұл қылық оның шын мәнде жан дүниесі қандай екенін көрсетіп тұр. Оның шын мәнде пиғылы қандай, шын мәнде қандай рухани дәрежесі төмен адам екенін көрсетіп тұр. Осының өзі ғана. Бірақ халық оны ойлаған жоқ. Болмас бір өтірік көзбояушылық нәрсеге алданып, халық өз еркімен өз-өзін құлдыққа айдап салды. Енді мен осының бәрін не үшін айтып отырмын? Біз тағы да сол қатені қайталап отырмыз. Біз қазір Тоқаевтың осындай өтірігіне алданып отырмыз. Осы жақында Петерборға барды, бір
боқ мұрын сүмелек тексіз ешқандай жөн білмейтін президенттің сөзін бөлетін бір қайдағы бір журналисттің сұрақтарына міңгірлеп жауап беріп отырды. Анау Демел Шемел, Камел Шемел деген әдейі атын мазақтап айтып отырған адам, қазақ ұлтының бетіне түкіріп отырған адамның алдында құртай жорғалап соның сұрақтарына жауап беріп, соның бүкіл кемсіткен мазақтарын бәрін жұтып отырған үндемей адам. Жоқ, ешкім оған мән бермейді. Ой, ол бай ДНР мен ЛНРді мойындаған жоқ, бітті, Тоқаев красавчик, Тоқаев әулие. Бүкіл қазақ соған алданды. Оның қазақтар орыс тілінсіз күн көре алмайды деген сөзі жайында қалды. Тіл патрульдерін жазалау керек деген сөзі жайында қалды. Бүкіл қазаққа қарсы істеп жатқан саясатын бәрі жайында қалды. Қаңтар қырғыны жайында қалды. Қаңтарды біз қалай тез ұмытып кеттік. Жаудың әскерін үйге кіргізіп, өз халқына оқ атқызған адамды біз қайдағы бір ауыз сөз үшін бүкіл сол қылмыстарын кешіріп, оны қайтадан төбемізге көтеріп, оған табынып кеттік. 30 жыл біз құл болдық, енді тағы да 30 жыл құл болайын деп отырмыз. Егер біз саясатты дұрыс түсіне алмасақ, біз ылғи саяси ойындардың құрбаны боламыз. Онда біздің ешқандай болашағымыз жоқ.